Осы сіздердің мамандарыңыз бар ғой, осы сенім хатты жинайтын, тағы да құжаттар, мектептің құжаттарын жинайтын. Кім едесіңіз? Жанадилова Заурия. Жанадилова Заурия. Сол кісіден сұрадыңыз ба сіз сенім хатты? 5-ші класста алған кезде ма? Жоқ, жалпы сенім хатты директордың алдына келетін кезде осы кісіден бар ма, жоқ па деп. Жоқ, 5-ші класста біз бұл класты қабылдадым ғой. Иә. Сол кезде құжаттарын өткізген кезде бұл кісі айтты, пәлен доверенности бар деп. Бұл кезде Бағдәулеттің доверенности туралы сөз болған жоқ. Ол кезде сол Директордың арасында сөз болған жоқ. Одан кейін сіз директордың алдына алып кірдіңіз ғой кісіні, ата-ананы. Ата-ананы. Сол кезде осы кісіден сұрадыңыз ба, сенім хаты сізде бар ма, менде жоқ екен деп? Жоқ, 5-ші класста мен қабылдап алған кезде мен документті қабылдап алдым. Сіз ата-ананы директордың алдына алып кіріпсіз ғой. Сол кезде директор ол кісіден сенім хат сұрайды. Сұрады. Сол кезде сенім хат сізде болмай шықты. Ол кісі айтты, менде сенім хат жоқ деді. Жоқ, дұрыс, үйде қалып кетті деп айттым Жоқ, деп. үйде қалып кетті деген жоқ. Ол кісіде сенім хат болмады. Бар ма деп жалпы жоқ, заң шеңберінде сізде де жоқ болды. Иә. Сізде жоқ болғаннан кейін осы маманнан сұрадыңыз ба? Сіздің папкаңызда жоқ па, ертең заңсыздық не тумас үшін сізді бір көрейін деп көрдіңіз ба? Мен сізге айттым, 5-ші класста мен документті қабылдап алған кезде сіздер тыңдасаңызшы. Документтер алуға келді, бұл кісі менің жұмыс істемейді. Құжаттарды 5-ші класста алған кезде, ана бастауыш сыныптан папканы қабылдаған кезде маған берілген папканың ішінде барлығының сенім хаты тұрды, бірақ Бағдәулеттікі болған жоқ. Болған жоқ ол жерде. Өйткені постоянно мамасы келетін жиналысқа. Мен жаңа неден бастауыш сынып жетекшісінен сұрадым, сіздің кезде болды ма сол папканың ішінде сол құжат деп едім? Жоқ деді. Өйткені постоянно жиналысқа мамасы келетін деді. Мен соцпедагогтан сұрадым, мүмкін сізге берген шығар енді. Әлеуметтік жағдаймен отбасылармен айналысатын сол маман ғой. Ол айтты, жоқ, ондай документ менде де болған емес деді ешқашан. Сонда жаңағы келіп тұрған екі қара парақ қайдан келді? Жоқ, біздің бұл жерде негізгі келген бастапқы бұл жаңағы даудың бастауы. Жоқ, құжат қайдан пайда болды? Мен де сізден сұрағым деп тұр соны. Жоқ. Қайдан пайда болды? Дұрыс. Енді бұл жерде бізді түсінбейтін жайт. Сіз директорға ата-ананы алып бересіз. Сол кезде бұл директор заң бойынша сенім хатын талап етеді. Ол сенім хат сізде болмай шығады. Менде емес, ол ата-анадан сұрады. Сізде жалпы осы балаға сенім хат бар ма деп сұрады. Жалпы. Жоқ, дұрыс. Сен тыңдасаң, Нұргүл, сен сұрақты тыңдасаң, жоқ деді. Сосын бұл кісі менен сұрады. Мен айттым, иә, жоқ екені рас дедім. Сосын ол кісі айтты, саған керек сенім хат бар? Мен саған онда оны әкеп беремін деп ата-ана айтты. Енді әкеп беремін деді. Ол бұрын бар деп ол кісі ол жерде айтқан жоқ, бұрын болғанды деген жоқ. Дұрыс, ол ата-ананың сөзі. Ата-ана сөйтіп айтты. Саған керек сенім хат па? Онда мен саған сенім хат әкеп беремін. Дұрыс, жоқ, біздің түсінбей жатқан жай. Ол ата-ана, ол класс жетекші, бастауыштың класс жетекшісі жұмыс істеді ғой сонымен 4 жыл. 4 жыл жұмыс істеген кезде ол құжат болмайды. Мен алдым 5-ші класстан 5, 6, 7. 7 жыл, 3 жыл мен класс жетекші болдым. Ол құжат болмайды. Енді қазір ол қайдан пайда болды? Мен де соны түсінбей тұрмын. Дұрыс. Енді сіздікі де дұрыс. Сосын бір момент. Енді бұны растайтын бір ғана кісі бар. Сентябрьде бұл кісі жұмыста болған жоқ. Бір момент мен бір момент айтайын. Сентябрьде бұл кісінің бір момент анегіні мен бұл кісіге мен жаңа завучтың кабинетіне барғанда бұл кісі отыр екен. Сосын шақырып алдым. Сосын Нұргүл дедім, сен балдардың доверенсі кімдікі бар дедім. Доверенс папканың ішінде тұратын. Әр оқушының өзінің папкасының ішінде тұратын. Я что-то вспомнила, что-то ты мне говорила. Райхан айтты, Масалиева Райхан айтты, жаңадан папка арнап жатыр, соның ішіне бөлек салыңыздар деді. Ананың ішінде тұрмасын, барлық доверенстер бірге тұратын болсын деді. Сол кезде мен Бегімбетова Айсананың, сосын Баеш Мұхамедиядың, Акулова Сафияның нелерін салдым әкел. Сенің хаттарын салдым. Хига Юлянкін салған жоқ ма? Қатай просвещение, что Хига Юлянкін сол. Хига Юлянкін менде тұр. Мен звондадым. Сөйтіп айттым, Хига Юля, сіз доверенностіңізді жаңартасыз ба? Дедім, жоқ, мен постоянно қасымдамын. Бұрын қалада жұмыста болғандықтан берген тұғым ата-анама. Қазір керек емес деді. Ол жерде Бағдәулеттің доверенності болған жоқ. Ол баста папкада жоқ нәрсені мен сізге қайдан тауып беремін. Дұрыс. Мысалы, бір момент айтайын, осы майдың ішінде мен... жұмысқа түсті ғой, сол кезге неге айтпайды маған? Нұргүл, мыналардікі тұр ғой, Бағдәулеттікі неге жоқ? Неге айтпайды? Бір момент, анегіні жақында, где-то в мае 15 числа, мен ортасында Нұргүлді іздедім.
Нұргүл Шин Ольга Григорьевна қасында кабинетінде отыр екен, шақырып алдым. Нұргүл дедім, сен доверенностьтарың бәрі түгел ма дедім, түгел деді. Сосын, ешкім қалып қалған жоқ па дедім, ешкім қалып қалған жоқ деді, маған айтты. Болды дедім да шығып кетті. Мына, значит, өзі подтвердила, что у нее все доверенности у меня на руках. Видите? Мэр апай сізде деді, тек қана менде хигай әкелген жоқ деді. Значит, вот видишь, ты подтверждаешь, ты тогда еще подтвердила, что бәрі доверенность, бәрі мен қолымда екен, ты подтвердила. Бәрі ма деймін, бәрі тек қана хигай апай деді. София деймін, София деді, жазды деді. Ты сама это все слова свои подтвердила, тогда еще, дедім да мен қойдым мен. Список бар. Но смотрю, а там Таңерберген стоит там. Сол Марсалиева Райханы шақырыңыз, списогын алдыңызда қараңыз. Егер соның ішінде Таңерберген бар болса, мен тағы да таңдаймын. Бұл даудың басталуы ата-ананың, директордың алдына, класс жетекшісімен бірге осы жаңағыдай оқу жылының аяқталуына байланысты болады ғой. Сол кезде директордың алдына кіреді. Иә. Сол директордың алдына кірген кезде мектеп директоры заңды түрде ол ата-анадан сенімхат сұрайды. Сол кезде директордың сенімхаттың бар жоғын білу мақсатында сізден сұрайды, сіз жоқ дейсіз, делосында жоқ, оқушының, сізде де жоқ. Менде де жоқ, сол ол кезде соцпедагогта да жоқ. Иә, дұрыс. Енді сіздер мемлекеттік осы Жаңақорған аудандық несіне қарасты мектеп болғаннан кейін, мемлекеттік мектеп болғаннан кейін сіздердің іштеріңізде осы сенімхатпен айналысатын маман бар. Есіміңіз кім еді? Жанадилова Зауре. Зауре апай, сол осы кісіден сіз сол кезде бар ма, жоқ па, заңды анықтау мақсаты неге сұрамадыңыздар? Бізді қызықтыратын сұрақ сол. Өйткені біз сентябрьде өткіздік қой құжаттың бәрін. Иә? Отделкада бұл кезде бұл кісі жоқ, ол кезде Райхан апайға өткізген кезде мен түгел өткіздім да. Сол кезде ол құжаттардың ішінде Бағдәулеттікі болған жоқ. Сентябрьде жоқ еді. Жоқ қой. Енді бұл үш жыл бұрын берілген нәрсе дейді ғой енді. Жоқ, мейлі, сентябрьде жоқ болды. Арада қанша ай өтті, мамыр айы болды, оқу жылы аяқталып келе жатыр. Сол кезде ата-ана жаңағыдай ремонт ақша сұрады дейді. Сол кезде неге бұл кісіден сұрамадыңыз? Біз сіздер барлықтарыңыз бір ұжымсыздар ғой. Өйткені мен жоқ екеніне уверенмін ғой. Өйткені ол уақытқа дейін болмаған. Сонда менен самы менде тұрған нәрсені сұрамаған ба? Мысалы былайда, ол кісі айтып отыр, сенімхатын үйде деп отыр. Бұл кісі үйде ма, үйде емес подлинник тұрғы ода үйде. Жоқ, сол сияқты сіз қалай уверен боласыз бұл кісіде бар жоқ деп? Я қалай уверена ол? Ертесіне қолыма именно почтиш әкіп берді сенімхатты. Ол жаңағы 2018 жыл. Бұл кезде сізге кім әкелді? Ол кезде маған қазақ класының бір класс жетекшісі әкеліп берді. Сізге беріп жіберді. Мен сол кезде ксерокопиядан беріп жіберді. Мен беріп жібердім ішінен алып. Не себептен? Ол кісінің өзі. Маған келді, Карим апай, мен ксерокопия шығарып бердім, содан кейін Ербол айтып, Нұргүлге апарып бер дедім мен. Жоқ, бұл сіздің жұмысыңыз мұғалімдік жұмыс. Бұл кісінің жұмыс құжат жинау емес пе біздің түсінбейтініміз? Осы уақытқа дейінгі доверенностьтің бәрін ата-анам маған әкеліп берді. Осы уақытқа дейін. Доверенность ата-аналар әкелген емес. Жоқ. Әкелген емес, менен кетеді бәрі доверенностьтардың бәрі. Постоянно маған әкеліп береді. Тексерістен өткізіп, мен бұл кісіні сабақта деді. Сосын мен айттым, Ербол сен барасың ба дедім сабақта. Я дедім, бері дедім. Сонда ата-ананың я ровно 4 жыл әкеліп маған прямой бергені заңсыз ба? Заңсыз деп тұрған жоқпын. Заңсыз деп тұрсыңдар ғой енді. Айтып тұрған жоқ мен. Сіздің заңсыздығыңыз заңсыз деп отырсың сен. Заңсыз деп тұр директордың өзі. А бұл айтты, мен коридорда өтіп баратыр екен, мен айттым, Нұргүл, не алдың девем, Зауре Балтабаевна, только что ровно 4 я получила доверенность у Сарсенбаева Ербола. Ровно 4. Сабақта деді Машрабаға айтты. Сабақта отыр. Сосын мен айттым, сосын, онда бержеш на список, как раз осы керек болып тұр оларға дедім. Сонда әркімге документ беріп жүресіз. А мен бермеймін. Не надо маған жала жауап өйтіп. Не надо. Ержан, давай о тебе ничего не будем говорить. Давай лучше о тебе ничего не будем говорить. Не надо. Мен дәлелдемеймін ешнәрсе. Мен бердім болды. Мысалы, айқайлаймын мен до такой степени сондайға апардым. Мен Сарсенбеков Ерболға беріп жібердім. Жаңағы физкультура. Барлықтарыңыз бір жұмыссыздар ғой жалпы. Бәріміз. Бірақ біреуге беріп жүру деген ол. Мектепте сондай, мысалы, маған келген қағаздарды бұл кісі ана мұғалімге беріп жүреді. Бер жүрші, анадан. Бүгін мен секретарға, бүгін мен замечание істегеннен кейін, уже секретардан беріп жүреді ол. Апай, содан кейін мен фамилиям,
Мен фамилиям Жанадилова емес, мен фамилиям Жандилова. Жандилов мен фамилиям. До такой степени неграмотный. Жандилова емес. Жандилова мен фамилиям. Мен қазір көрсетемін сіздерге. Мен қазір қолдан көрсетемін. Жандилов фамилия. Жанадилова деп тұр. Барлық қағаздарыңызда Жанадилова. Жала шаппай тұр. Жала шаппай тұр. Ол таңғалып тұр, мен неғылған құжат екен 3 жыл бойы бізге бермейді. Мектеп ата-анасы қамқоршылық кеңесінің мүшесі. Есімі Шарапай. Мен осы мектепте 14 жыл болып жүргеніме. Үлкен қызым қазір Турцияда оқып жатыр, балам биыл бітіріп жатыр. Біз никогда өтіп жаңағы ойбай жинайық деп жинаған емеспіз. Менің осы ұлым қазір бітіріп жатқан классында 6 жыл оқыды, 5-ші класстан бастап. Біз өзіміз жылда ата-аналар комитеті болып жиналып, өзіміз ешкім бізге пәлен ақша беріңдер, пәлен ақша жинап беріңдер, краскіге беріңдер, әкке беріңдер, эмульсияға беріңдер деген сөз айтылған емес бұл жерде. Ал менің білуімше, мен ешкімді жамандамайын, бірақ осы 14 жылдың ішінде осы мектепте басқа бір мұғалім, басқа бір техработник или басқа руководящий должностьтың арқасында бір арыз болған емес. Именно осы семьядан басқа ешқандай мен арыз естіген емеспін. Неше жыл өмір сүріп жатырмын осы мектепте. Сонша жыл осылардың үстінде әркімнің үстіне арыз бар. Оқушының үстінде арыз бар, бұлардың семьясынан, мұғалімнің үстінде де арыз бар. Мен вообще түсінбеймін бұл семьяны. Аты жөніңіз кім? Менің аты жөнім Жұмабаева Шара. Зейнеткерсіз ба? Жоқ, мен жеке кәсіпкермін. Қай семья? Мына Жанадиловтардың семьясы, осы семьядан басқа ешкім арыз жазылмайды. Жазылған Жанадилов деген кім? Ата-ана ма? Жоқ, Жаңағы Бізде мектепте 4 Жанадилов бар. 4 адам жұмыс жасайды. Кезінде әкелері мектепте директор болған. Сол кезде жұмысқа тұрғызған 4 жыл, сонымен сол 4 жыл. Біреуі қарауыл, біреуі жұмысшы. Мысалы, бір класстың оқушыларында мысалы бар семьяда бар, жоқ семьяда бар. Біз жоқ семьяға сенат бермедің деп айтпаймыз ғой. Сколько соберем, столько алып келеміз. Біз ақшалай да бермейміз. Өзіміз барып, полдың краскасы қандай цвет ұнайды, сол красканы алып келіп береміз. Жететінін алып келіп береміз, болды. Мынау білім бөлімінен бізге берілетін ремонтқа краска, например, ол тендермен жеңілген деген ол сапасы төмен болады ғой. Бір жылға, оқу жылына ол пол краска дегенге ол жарамайды ол. Бірден тосып кетеді, сапасы төмен өйткені. Тендермен өтетін нәрсе. Сондықтан ата-аналардың өздерінің қамы ғой. Балалар жақсы класста оқысын. Полды краскілеген кезде бәрін көрдік. Ол кәдімгі баяғы Советский Союздегі масляный краскіден де жаман ол краскінің качествосы. Жүріп бара жатқанда аяғыңа жабысып баратады кәдімгідей. Тендермен өткен кезде сапасыз істейді ғой, жаңа ұтып алған фирма, құрылыс фирмасы. Сол кезде қабылдау комиссиясының ішінде сіз боласыз ба, болмайсыз ба? Аудандық білім бөлімі. Аудандық білім бөлімі өздері біздің бухгалтерия сияқты алда болатын сол кісілер. Иә, өзі бізге береді тек қана бұл, біз берген нәрсені аламыз. Оған жалпы осы капремонт дейді ғой, капремонттан кейінгі қабылдап алушыға жауап беретінде Жаңақорған аудандық білім бөлімі ғой. Текущий ремонтқа жалпы мектептің өзі жауапты, бірақ аяқта тек қана материал береді. Бізде сессия рұқсат болады ғой сентябрьде. Рұқсат, ондай жаңағы класстарға кіріп, жаңағы сапасы төмен болса, ол сессия рұқсат бермейді. Оны да ойлау керек қой. Сондықтан сапалы краска именно демеушілікпен бізге келеді. Краска болсын, эмульсиясы болсын. Енді сіз неңізді айттыңыз ғой, мен неңізді айтайын, келе хаттарға жаңа мектепте ақша тоқталады деген келісім Кариманың несінің бойынша бізге арыз түскен. Бізде арыз бойынша облыстық білім басқармасы басшысы Мелдебекова Майра ханымға арыз жазған. Арыздың көшірмесімен. Басқа көшірмесін бізге? Арыз егесінен несімен енді мен... Арыз болды түсінікті керек жоқ. Арыз жаңа Кариманың арызы, танысам десеңіз. Осы арыз бойынша бізде кеше мектепте жұмысшы тобы құрылып, мектептердің анықтамаларын алғанбыз. Сол жерде жұмыс жасағанбыз мұны. Так, Каримаға жауабы берілу несінде. Мына мектеп директорының бастап сөйлеген ата-аналардың түсініктемелері. Так, анықтама қайда? Бұйрықтың астында ғой. Анықтаманы әпкел, бұйрықта келіп өтеді. Мынау жаңағы баласының немересіне байланысты жазған несін. Осы немереме байланысты 7-ші Б сыныбында оқитын, қаржы жинайды. Сондай деп арыз түсірген. Бұл арызы бізге келді, біз арызды қарадық.
қазір мен анықтамасын берейін. Мынау мектеп директорының берген түсінігі. Мынау мектеп директорының берген түсінігі. Мынау класс жетекшісінің түсінігі. Класс жетекшісінің түсінігі бар еді осы жерде. Класс жетекшісінің түсінігі бар. Класс жетекшісінің түсінігі жоқ па? Көш, класс жетекшісінің түсінігі. Ұзынша жазған класс жетекшісінің түсінігі бар. Жоқ, осындай тура осындай ұзынша жазған тағы да біреу бар. Оны айттым, тағы да жазып берді, ол кейде жазып берді. Көш, сенің неңде қалып кеткен жоқ болсын? Жоқ, осы мен Осыда бір тағы да түсінік болған. Түсінікпен жазу жоқ болып тұрғай. Мүмкін емес. Көш жаңағы қасында болды, осындай почеркпен. Көш, Асқар. Мен көргенмін. Қайғаны көрмеймін жоқ. Осының ішінде тұрған құжаттардың қасында қарасам, мынандай почеркпен жазылған. Мынау жаңағы жұмысшы топтың барған анықтамасы. Ерхан Мұхтарұлы, бұл жерде мынау мектеп директоры бар ғой, Ержанов. Мына жерде жазған екен. Мәселені қайтадан қозғап және 7 сынып оқушысы Тәңірбергеннің әжесі болғанымен, ол оқушының қандай бір өкілі ретінде дәлелдейтін ешбір құжаттары болмай, менің жұмыс кабинетіме келіп айқай шығарды дейді. Дұрыс, осы мәселе бойынша біз сол жерде кейін ол кісі мынау арызында сенім хатын қосып отыр ғой. Ол кісі кейін Карим апай сенім хатында 15 күнгі алынған сенім хаты бар міне. Наурыздың 14-ні мамырда алған. Осы сенім хатын қосып жолдап отыр. Сенім хатын мына қызы беріп отыр. Мына қызы жаңағы Карим апайдың өзінің құжаттарын арызымен берген. Ол енді біз алғанбыз. Енді мынау сол жерге келген анықтамамыз барған кездегі немен жазылған. Сіз бізді түсінбейтін мына жерде сенім хат сіз көрсетіп жатсыз ғой. Оның алдында бір сенім хат жазылған екен. Ол сенім хат маман Зауре дегенде тіркелген, мен қабылдап алған дейді ол кісі. Ол кісі жаңағыдай көк папкасын ашып көрсетті бізге. Сенім хат, алдында сенім хат, бұл кейін алған. Ол жерде бұл үлкен рөл ойнап тұрған жоқ. Сенім хаты бар ма жоқ па, біз оны неғып тұрған жоқпыз. Ата-ана, әжесі, мамасы айтып тұр ғой, әжесі келді, осындай арыз жазды деп. Дау сенім хаттан басталған ба? Мәселе дәу сенім хатта емес, бұл жерде жаңа ақша жиналды дегеннен басталып тұр бұл жерде. Ақша жиналды, сосын жаңағы ішке келгеннен кейін жаңағы былтырғы жылы өтіріп кеткен Линда деген немересі жөнінде тағы да әңгіме болған. Арызда бар, арызды көрген шығарсыз өзі. Тағы да әңгіме болған, не болған. Бұл жерде біз жаңағы анықтамасын алдырғанбыз жаңағы психологының, Линда жөнінде мына психологтың анықтамасы. Сол мектептің психологы именно Линдаға байланысты берген. Ондай суицидке итермелеу, болмаса суицидке ұмтылу фактісінің ондай болмағандығы, тәуекел тобына алынбағандығы жөнінде ол анықтамасын беріп отыр. Ал мынау жаңағы сіздердің айтып отқаныңыз бойынша үкімнің өзінің түсініктемесінде күн тәртібінде жаңағы жалпы ағымдағы жұмыстар кезінде жалпы қаржы жинамау туралы неде бергенбіз дейді. Хаттамалық әрбір лездемеде неде айтылып отырады, ол соның несі дәлелі ретінде хаттамасын беріп отыр мектеп директоры. Одан бөлек біз мектептің оқушыларынан мынандай не алып отырмыз. Ата-аналарынан, сол жерге келген ата-аналарынан мынандай түсініктемелерін алғанбыз, шақыртып келген ата-аналарынан. Ол түсініктемелері.
мына жаңағы класс жетекшісінің түсінігі. Жалпы бізде барып анықтағанымызда класстағы бұл жердегі мұғалімдерінің жаңағы ақша жинауға ешқандай қатысымыз жоқ, және біз бұл жерден инициатива спонсорлық көмек көрсету жөнінде ата-аналардан келді деп көрсетілген. Бірақ енді біз жалпы мектепте қаржы жинау фактісі болды. Ол жаңағы ата-ана өздері жинаймыз деді ма, мұғалім айтты ма, біз оны қазір еш нәрсесін дәлелдей алмай отырғанмен, бірақ түсініктеріне қарағанда ата-аналар айтады, біз өздігімізден спонсорлыққа, ремонтқа жинағанбыз, біз өзіміз спонсорлыққа бергенбіз дейді. Біз айтамыз, хорошо, ол осындай жағдайды, келеңсіз жағдайды тудырып отыр осы ата-аналардың несі. Осындайды біле тұра коллектив, осындай нәрселерді ата-аналарға айту керек еді. Мынандай ақша жинауға болмайды. Ремонтқа, басқа да дүниеге, мектепке қаржы жинау жалпы тыйым салынған деп оны айтып түсіндіру керек еді ата-аналарға. Спонсорлық көмек түсінеміз. Егер де мысалы сіз ата-ана болсақ, өзіміз бір кәсіпкер болсақ, қалтамыздан мысалы мен мына класстың несіне бір пердесіне болмаса несіне көмектесейін деген бір ремонтына бір қаржылай емес, мұнда заттай әкеліп беретін болса, оны түсінуге болады. Біз айтып отырмыз, сондай жағдай жасалмағандықтан қазір кері қарап ұғым пайда болып жатыр да, мектеп ата-аналардың инициативасы мектептің жинау ретінде сияқты болып тұр. Бұл жерде мұғалімдер ақша жинауы дәлелденбей тұрғаннан кейін, сонда да қазіргі жағдайда мынандай теріс ықпал туғызған үшін біз мектеп директоріне шара көрдік. Міне, мектеп директорына осы анықтаманың негізінде мектеп директоріне шара көрдік. Міне, сіздің осындай жаңағы ахуалды осындай жағдайға жеткізген үшін мынандай анықтаманың негізінде ол кісіге шара көру жөнінде ұсыныс беріп, мектеп директоріне бөлім басшысы шара көруге құзырлы, ол кісі шара көріп отыр. Сондықтан енді қазір біз бұл нені шара көрген немізді, бұйрығымызды бұл кісіге қарамағындағы мұғалімдеріне біз шара көре алмаймыз, өйткені ол тікелей бізге не қылмайды, мектеп директоріне жаңағы осы бойынша, арыз бойынша тиісті қай завучы бола ма, мұғалімі бола ма, олардың барлығын өзі анықтап, тиісті шараларын көру жөнінде ұсыныс берілген. Сондықтан бұл жерде қазір мәселені біз қазір арыз иесіне жауабын дайындап қойған, бұл жауабы немен поштамен болмаса қолма-қол жеткізеді бұл кісіге. Көшірмесі басқа. Бұл тексеру жаңа анықтау комиссия құрылды ғой сіздердің тараптарыңыздан. Сол кезде ішіндегі жаңа оқу бөлімі бар, тағы басқа мамандар бар. Солардың барлығымен сұрау жүргізілді ма? Біз бұл жерде 7-ші сынып болғаннан кейін сыныптың, мына жерде жазылып тұр ғой, сыныптың ата-аналарын, класс жетекшісін, мектептің директорын және жаңағы психологпен осы арызға қатысты жаңағы сұрақтарға байланысты психологпен әлеуметтік педагогын шақыртып отырып жұмыс жасадық. Сөйтіп, енді біз бұл жерде факт, қаржы жинау фактісінің болмағандығын сол жерде біз түсініктемені алу арқылы біз анықтадық. Қаржы жинау фактісі жаңағы ата-аналардың инициативасы бойынша орын алғандығы анықталды. Бұл жерде жаңағы мұғалімдердің түсінігіне, ата-аналардың түсінігіне байланысты ешкім бізге ақша жинай деген жоқ, бірақ біз өзімізден жинадық. Бірақ осы ақшаны жинау кезінде ата-аналарға, енді былай ғой, сіздің балаңыз оқиды, ата-аналардан ақша осындай ремонтқа жинап жатыр, сіз әпкеліңіз деп айтады. Онда да біз ешкімді не қылған жоқпыз дейді, ата-аналар айтады. Вынуждать еткен жоқпыз, біз спонсор көмек көрсетеміз, кім мүмкіндігі бар, береді деп. Сол қаржыны біз алып, зат алып, краска, валик щетка алып, біз апарып бергенбіз дейді. Енді біз ол жаңағы ақшаны жинамау фактісін қазір дәлелдемей отқаннан кейін біз бірақ айтып отырмыз, осындай жағдайды туындатып, осындай жағдайға жеткізгендігі үшін мектеп директорының несіне байланысты жіберген қателігі деп мектеп директоріне шара көріп отырмыз қазір. Сөйтіп мектеп директоры өзінің тиісті қарамағындағы мұғалімі не ма, ол жаңағы тәрбие жөніндегі завучына, басқа да жаңағы тиісті мамандардың әрқайсының өзінің деңгейіне байланысты, жіберген қателігіне байланысты шарасын көру жөнінде ұсыныс берілген. Енді бұл арыз иесіне біз жауабын береміз. Не қылса біз сізді газетіңізге де жаңағы осы мақала бойынша жасаған неміз бойынша жұмысымыз жөнінде жауабымызды беруге дайынбыз. Жаңа бізден өзіміз түсіріп съемка жүргізген кезде көп байқағанымыз коллективтің өзі подтверждение берді да. Жоқ, енді бұл мәселе сосын мен сізді бір сатып алу деген бар қазір тендер. Жоқ. Ондай ремонтқа не болмай ма? Неге болады? Бізде биыл 169-да. Бізде мектептерде орталықтандырылған бухгалтерия. Мектептерде әрқайсысының өзіне бухгалтерия жоқ. Бізде орталықтандырылған бухгалтерияда барлық мектептерге текущий ремонтқа общий жарияланады. Қазір краскалары келіп тұр. Ол красканың разнарядкасымен бөлінісімен әр мектепке бөлініп беріледі текущий ремонтына. Сол ақша жетпей ма негізі?
ол ақша жетпейді емес мәселе. Бізде жаңадан кірген мектептер бар, жаңадан соғылған мектептер, оларға ремонтқа қаржы бермейміз, өйткені ол новый мектепке келіп жатыр. Былтыр кірген мектептер бар, сондай сияқты жаңадан келген мектептерге ондай бөлінбейді да, бұрынғы мектептерге жаңағы ұстап тұру үшін текущий ремонтқа әгі басқасы водоэмульсиясы краскасының барлығын разнарядкасы мен ауданына көлеміне қарай отырып бөлініп беріледі. Бізге қазір краскасы несі келіп отыр, ремонттың ақшасы бөлінеді, текущий ремонт. Бірақ бұл жерде ақша жиналсын деген мәселе былай болып тұр ғой. Сіз айттыңыз ғой, не поймын, не ор деген. Бұл жерде біз ана кісінің сөзі, мына кісінің сөзі дегеннен кейін біз әрқайсының өзінің түсінігіне, сөзіне қарап отырып, ол ақша жинау фактісінің орын алғандығы дәлелденіп отыр. Бірақ жалпы ол ақшаны мұғалімдердің инициативасымен емес, біз ата-аналар өзіміз көмек ретінде, спонсорлар ретінде жасаймыз деп мына жерде түсінігін беріп отыр ата-аналар. Біз өзіміз қанша ата-ана берді? Ол жерде біз қанша ата-ана бергенде, мына жерде түсінікке келген 7 ата-ана келген, 7 ата-ана да сондай түсінік беріп отыр мына жерде. Сосын олар айтады, біз өздігімізден жинағанбыз, біз айтамыз, енді мұғалімдер, неге сіздер осындай ақша жинау фактісін неге тыңдадыңыздар сол кезде? Значит, сіздер сол упущение жібердіңіздер сол жерде. Осындай ақша ата-аналардың өзі инициативасымен жиналған нәрсе мектепке теріс пікір туғызуға әкеліп отыр, негативтік. Сондықтан сіздердің де бұл жерде жіберген қателіктеріңіз бар деп олар айтады, спонсорлық көмек дейді. Спонсорлық көмекті біз өзіміз былай түсінеміз, егер де бір кәсіпкер өзі жеке несімен демеушілік ретінде келсе, ол жерде жаңағы спонсорлықты біз бәріміз жинап берейік деген мәселе бұл жерде уже ақша жинауға келіп тірейді. Бұның жаңағы авторы, жаңағы төрағасы, жаңағы родительский комитет дейміз, ата-аналар комитетінің төрағасы Хигай Юлияның инициативасы, мен инициативам деп жазған күннің өзінде де мектептен ответственностьті снимать етпейді, жауапкершілігін шешпей тұрмыз. Сондықтан біз ол фактіні ақша жинауға мектеп мұғалімдерінің қатысы жоқ болған күнде де, тура қатысы жоқ болған күнде де ақша жинау фактісі орын алып, осындай теріс пиғыл, теріс ұғым тудыртқаны үшін осындай біз мектеп директоріне шара көріп отырмыз қазір. Өйткені осындай жағдайға ата-аналармен жұмыс жасау керек еді, оны осындай жағдайға жеткізгендігі үшін ол кісіге шара көрдік. Ал енді сондай ата-аналар мен класс жетекшілерінің жаңағы воспитательный жөніндегі жаңағы мектеп директорының орынбасарлары бар, завучтардың жұмысына әрқайсысына өзі баға бере отырып, тиісті шарасын мектеп директоры өзі көру керек. Біз оған ұсынып беріп қойдық. Бізге Мерхан Мұхтарұлы, бізге 139 мектептің директоры айтады, ата-аналардан біз сұрадық, осы жинау неден болады, или әлде жаңа сату мемлекеттік несі бойынша, бағдарламасы бойынша келіп жатқан қаржы жетпеймесе жетеді дейді. Алайда оны жүргізетін сіздер ғой, сатып алуды. Сол кезде мектепке сапасыз краскілер беріледі дейді. Сапасыз краскілер бергеннен кейін, ол балдар шамалы жүрсе, оның сапасы жоқ болып кетеді. Амалсыздан біз демеуші іздеуге тура келеміз дейді. Неге енді мысалы сіздер жариялаған кезде жалпы өз мемлекет сатып алу электронды түрде жарияланады, неге сапасына қалдыр бар кезде не алмайсыздар? Біз мемлекеттік сатып алу жөнінде бұл сапасыз, мынау деген ол жаңағы директордың жай әңгімесі болады бұл жерде. Сапалы, сапасыз деген жалпы мемлекеттік сатып алу несінде өзінің тех характеристикасы деген болады, техникалық ерекшелігі. Техникалық ерекшелігіне байланысты красканы әкеліп береді. Красканың сыртындағы техникалық ерекшелігі, біздің салған техникалық ерекшелікке сәйкес келсе, біз ол затты қабылдауға міндеттіміз, бізде техника ерекшелікке келіп тұр. Ал енді ол заводтан келген нәрсенің, техникалық ерекшелік көрсетіп тұрған нәрсенің оның жаңағы несіне арғырата біз гарантия бере алмаймыз ғой енді бізге. Сондықтан бірақ әрбір нені қабылдап алатын кезде ол техникалық ерекшелікке сай краска келіп тұр ғой енді оның көрсеткіші қағазында. Комиссия несін көрмей ма? Комиссия көреді ғой, бірақ енді жағып қойып біз 2 жыл бойы күтіп эксперимент жасап қағазында бәрі тұр ғой ол деген. Қағаз бір бөлек, сапалы жағынан бір бөлек. Жоқ, енді сіздің қазір айтып отқаныңыз былай болып тұр да, сіз дәрінің сапасы мен действиесі қалай болатынын ішіп көріп, оны 2-3 ай зерттеп, оны клинический испытание жасаған сияқты ғой. Ол красканы біз білмейміз, бізде қағазында жазылып тұр ма, қағазында сәйкес келе ма, біз қабылдауға міндеттіміз. Біз жариялаған тех ерекшеліктер. Құрылысшы жүрмей ма сіздерде? Қастарыңызда құрылысшы деген мәселе бізде жоқ қой. Біз деген өзіміз білім бөлімі жанынан құрылған комиссиямен біз оны заттың қағазда көрсетілген мына жердегі ерекшелігімен біздің жариялағанда ерекшелік сай келетін болса, біз оны кәсіпкерден қабылдауға міндеттіміз. Егер келмесе сәйкес, біз мына осы ерекшеліктегі тех спецификадағы тех ерекшеліктегі көрсеткішке дейін жеткізіп әкеліп беруіне міндеттейміз. Бірақ енді қазіргі мемлекеттік сатып алудан олар жаңағы мектеп директоры айта береді, сапасыз болады, бүйтеді деп. Қазір енді оның барлығы былайынша жай сөз болып қалды. Бұл жерде ақша жинау фактісі айналып келген кезде болып жатқан. Мына жерде мына 2 қалған арызды көрдіңіз ғой, арызда көрсетілген 2 факті ол енді қосымша жаңағы мектеп директорына барғаннан кейін қосылған дүние ғой. Жалпы ақша жинау фактісі бойынша бізде
комиссия құрылып, оның жұмысымен біз қорытынды анықтама беріп, уже мектеп директорына шара көріп отырмыз. Ол жаңағы мектептің мұғалімдерінің инициативасы болмаса да, осындай жағдай тудырып, ата-аналардың арасында кейбір ата-аналар жинауға келіскенмен, кейбір ата-аналарды ара жігі осындай мектепте ақша жинап жатыр деген түсінік пайда болғандығы үшін, мектеп директоры осындай жұмысты жіберіп қойғандығы үшін, жаңағы ол кісіге уже шарасын көріп отыр, ол кісі алып отыр шарасын. Сондықтан біз енді ертең не болатынымыз, бұл газетке осы жарияланған осы 19-ші нөмір ғой, 10-ші нөмір ма? 10-ші нөмірде жарияланған осындай атты жаңағы мақалаға осындай білім бөлімі атынан жауап мақаламызды жариялауға біз дайынбыз. Осындай не қандай іс-шаралар атқарылды, не болды бұл жөнінде біз көрсетуге неміз бар.